Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының конституциялары деп аталады. Сабақтың мақсаты Қазақстан Республикасы конституцияларының тарихына талдау жасау. 1990 жылы 25 қазанда Қазақ КСР жоғарғы кеңесі қабылдаған Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларациядан кейін республиканың жаңа конституциясының жобасын жасау басталды. Біз ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы байырғы қазақ жерінде мемлекеттік құра отырып, өзіміздің еркіндік және татулық мұраттарына берілген бейбітшіл азаматтық қоғам деп ұғына отырып, жаңа конституциямызды қабылдады. Конституция латын сөзінен аударғанда құрылым деген мағынаны білдіреді. Мемлекеттің қоғамдық құрылысын, биліктің өкілдік органдарын құру қағидасы мен тәртібін, сайлау жүйесін, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін анықтайтын негізгі заң. Ұлы дала халқының тұрмыс тіршілігінің рет тәртібі, салт дәстүрінің негізінде түзілген 7 жарғы қазақ елінің нағыз әділ конституциясы болды. Қазақ халқының құқықтық заңының бірінші кезеңі қазақ елінің патшалық Ресейдің отарында болған 18 ғасырдан бастап 20 ғасырдың алғашқы кезеңін алады. Ал екінші кезең ол Кеңестік социалистік республикалар одағы заман еді. Үшінші кезең қазақ елі тәуелсіздік алған 1990 жылдан басталады. Отарлық заман мен Кеңес одағы заманында қазақтың құқықтық әділет заңдары патшалық Ресейдің отарлау саясатына және Қызыл империяның идеологиясына сәйкес болды. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан жоғарғы кеңесі республикамыздың тәуелсіздігі мен егемендігі туралы заң қабылдады. Бұл тарихи құнды құжат тәуелсіз мемлекетіміздің конституциялық, құқықтық негізін қалады. Осы сәттен бастап дербес ел болып іргеміз бекітіліп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жер жаһанға жария етілді. Конституциялардың тарихи кезеңдеріне тоқталсақ, 1926 жылы 18 ақпанда Қазақ КСР конституциясы, 1937 жылдың 26 наурызында Қазақ КСР конституциясы, 1978 жылы 20 сәуірде Қазақ КСР конституциясы, 1993 жылдың 28 қаңтарында Қазақстан Республикасының алғашқы конституциясы, 1995 жылы 30 тамызда Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы қабылданды. Қазақстан Республикасы конституцияларының тарихына тоқталсақ, 1993 жылы 28 қаңтарда бірінші конституция қабылданды. Негізгі заң 4 бөлімнен 21 тараудан 131 баптан тұрды. 1995 жылы 30 тамызда жаңа заң қабылданды. Жаңа заң 9 бөлім 98 баптан тұрады. Бірінші бөлімі жалпы ереже деп аталса, екінші бөлім адам және азамат, үшінші бөлім президент, төртінші бөлім парламент, бесінші бөлім үкімет, алтыншы бөлім конституциялық кеңес, жетінші бөлім сот және сот төрелігі, сегізінші бөлім жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару, тоғызыншы бөлім қорытынды және өтпелі ережелерден тұрды. 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 жылдары өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. 1995 жылы қабылданған негізгі заңның бірінші бабында Қазақстан Республикасына саяси сипаттама беріледі. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам, адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары делінген. Қазақстан Республикасы Конституциясының негіздері ең қымбат қазына адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандығы. Мемлекеттің демократиялық сипаты, мемлекеттің құқықтық сипаты, мемлекеттің әлеуметтік сипаты, республикалық басқару формасы, унитарлы біртұтас мемлекет,
зайырлы мемлекет. Жеке меншікті тану барлық меншік нысандарының теңдігі, егеменді мемлекет. Халықты мемлекеттік биліктің жалғыз көзі ретінде тану, президенттік басқару формалары қамтылды. Біздің конституциямыз бұл біздің таңдауымыз. Оны құрметтеп бағалау бізге міндет. Конституция бойынша өмір сүру ол демократияның ең жоғарғы сатысы. Оны білу, үйрену, тағылым ету бәрімізге парыз. Осымен бүгінгі сабағым аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.